Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Видео басталмастан бұрын арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі видеоның тақырыбы тауық бизнесін сатып, не аламыз, қандай құс аламыз, либо мал аламыз ба деген сияқты ғой. Көбі сұрап жатады, брат, не аласың, айта қойшы деп. Бүгін осы видеода сіздерге подсказка ретінде айтатын болам. Өздеріңіз комментарийға жазсаңыздар болады. Жалпы енді менде ойда айтқан болады, сіздерге 200 мың теңгемен тауық бизнесін бастауға болады, 200 мың теңгемен мысалы мал алып, мал көбейтуге де болады деген сияқты сіздерге ой пікір қалдырған болатын алдыңғы видеоларда. Өздеріңіз білесіздер. Соны мен сіздерге дәлелдеу мақсатында осы жерде тұрған құс бизнесімді сатып, сіздерге либо басқа құс түрін алып бағамыз, либо қой еле, либо ешкі, либо сиыр, либо жабағы алып бастаймыз деген сияқты. Сондай бір сіздерге дәлелдеу ретінде сондай бір құс асырап көреміз ба деген ой бар. Мүмкін ешкі алып болу мүмкінбіз, мүмкін қой алып болу мүмкінбіз, мүмкін ешушкі тауықтар алып болу мүмкінбіз, немесе дакан алып келу мүмкінбіз деген сияқты ғой. Либо бір баспақпен бір бұзаулы сиыр алу мүмкінбіз, или бір жабағы алу мүмкінбіз, ұрғаш жабағы көбейту мақсаты, или бие алу мүмкінбіз деген сияқты ғой. Сол мақсатта сіздерге дәлелдеу ретінде осыны құс бизнесін сатып, соны жасау керек болып жатыр. Енді бізде де алға даму керек, өсу керек, бір жерде тоқтап қалмау керек деген сияқты ғой. Соның барлығын сіздерге көрсетіп жатырмын. Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, құс бизнесімен біршама жерге дейін баруға болады. Жақсы бақсаңыз, жақсы қарасаңыз, қораңыз жақсы болса деген сияқты ғой. Бізде қораның қазіргі жағдайы осы әзірге. Алла амандығын берсе, біздер көктемде қора салып бастаймыз. Содан кейін құсқа да, малға да отдельно қора салып, алла қосса бизнесімізді одан арғаратай көтермелейтін боламыз. Әзірге осылар сатып, орнына басқа бірдеме алып көбейте береміз жайлап. Бірақ біздің мақсатымыз әр қарай даму керек, бір жерде тұрып қалмау керек. Сіздер ойламаңыздар, Райымбек құс бизнесінің бәрін сатып, құстарын бәрін сатып, ютубқа шықпай қалады, немесе тиктокқа шықпай қалады, видео салмайын деп тұрған шығар деген сияқты. Ондай мақсатта емес. Мен ютубты вообще тастамаймын. 2016-дан бері осы ютуб саласында жүргеннен кейін, ютубты жүргізіп келе жатқаннан кейін, мен ютубты ешқашан тастамаймын. Және де құстарды да ешқашан тастамаймын. Құс обязательно бағамын мен. Сол себепті сіздерге айтарым, арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау күтем. Не алатынымызды комментарийға қалдырып кетіңіздер. Енді бұл деген біреуге қызық емес, бірақ біздер алға қойған мақсатымызды жүзеге асыру мақсатында соны жасауымыз керек. Жайлап көтерілеміз. Айттым ғой сіздерге, фирма ашамыз дедім, 0-ден бастап фирма ашамыз. Сол 0-ден бастадық. Соны до конца аяғына дейін жеткізу керек біз. Барлығымыз бірге. Әрине, бірінші Аллахтың арқасында, сосын сіздердің қолдауларыңыздың арқасында сол дәрежеге дейін жететін боламыз. Достар, осы айтатын, басқа енді сіздерге айтатын алып қосарым жоқ. Алла бұйыртса, клиенттер шығып жатыр, мынаны сұрап жатыр. Біреулер админ предлагать етіп жатыр, біреулер тағы басқа бірдеңе предлагать етіп жатыр. Қай клиент бірінші келеді, соған берем. Енді осы жердегінің барлығын 230 мың теңгеге беріп жатырмын, плюс инкубаторды да подаркаға беріп жатырмын. Қазіргі таңда хабарласып жатқан адамдар өте көп. Сол себепті бұйырғаны болады. Енді хабарласқан кісілердің қайсысы бірінші келіп алады, мен соған беріп жіберемін. Мүмкін біреу админ нәрсесін алып келе ме, или біреу наличка ақшасын алып келе ме, қайсысы бірінші келеді, сол кісіге беріп жіберетін боламын. Келесі видеода көріскенше сау саламат болыңыздар достар. Әрқашан сіздермен біз бірге болайық.